Тегімді менің сұрамам. Әңгімем. Автор Айзат Рақыш. Әмір, туған күніңмен. Достым, шын жүректен құттықтаймыз. 25-тің әлденешеуін жасап 100-ге жет. Қаумалаған достарым тілектерін жаудырып жатыр. Өзімді кино жұлдыздай сезініп тұрмын. Бүкіл әлем мен деп елжіреп тұрғандай. Таңнан бері анамның мейірімге толы ыстық лебіздері, енді міне кеш бойы құттықтаудан бір жалықпаған дос-жарандарымның ақ ниеттері. Әй, мен бақыттымын-ау, бақыттымын. Әсіресе сұлушаштың өзіне тілеген жақсылық атаулыны маған тілегені басым айналып барады. 25 жасқа жеткенде барлық жігіттер дәл мендей мейрам бола ма екен? Әй, қайдам. Мендей мәре-сәре болатындар некейін саяқ шығар. Сүмбіл шашын иығынан төгілтіп тастап, ерекше сұлу көрінген сұлушаш маған таяп келді. Менің ойымды оқып қойғандай, келбелек демесі бар ма? Ажарлы қыз айдай сәулесін төгіп, жақын келсе, биден қашар жасық жігіт мен емеспін. Вальс әуенімен дөңгелей жөнелдік. Шағын дәмхананың іші ыстық па, әлде қыздың демінен бе? Қара терге түстім. Сұлушаш аса тақалмай, сыпайы ара қашықтықта ырғала билейді. Судыраған шашын жібек дерсің, шыр көбілек айналып жүрміз. Құйқылжыған әуен бақыт әлемінің ұранындай, ал мен сол ғажап әлемнің дара ханзадасымын. Перизатым да жанымда. Қиял құсым бұдан ары шарықтай берер меді? Вальс әуені кенеттен аяқталды. Өзім ұната қоймайтын рок-музыка қосылды да, жаңаға тамаша өлкенің сиқырлы суреттерін үркітіп жіберді. Қане дастарханға жайғасайық. Қуат асабалы қызметін әлі жалғастырып жүр. Кел, сұлушаш, отырайық дедім амалсыз. Әмір жақтырмайтын рок-музыка қосылдым. Туған күн иесінің көңілі түсіп кетеме деп алаңдап отырмын деп қалды әйгерім. Өзі мен үшін алаңдайтынын бұрында айтып еді. Бүгін тағы. Егер дәулетім тасып тұрса, мына дәмхананы бүтіндей жалдамалып, тек қазақша әуендерді тамылжытып қояр едім. Әрине, тек Әмір үшін солай жасар едім. Сұлушаш, сен одан да Әмірге қашық екеніңді тап осы жерде мойындай салсаңшы. Мына сөздеріңмен мойындап та үлгердің, сұлушаш. Иә, сен Әмірге ғашықсың. Жай әріптес қой, деген әйгерімнің даусы бір түрлі ерсіз шықты. Сұлушаш мен күткендей ақталмадым. Өзінің мінезіндей тура біткен кірпіктерін қағып жіберіп, жайдары езу тартты. Әмір, бақыттың құсы кезбе деуші еді. Бүгін сол кезбе құс сенің басыңа сұлушаш болып қонды. Асабы Қуат мәнерлеп сөйлемек болып, бәрімізді күлдірдім. Мен кезбе емеспін, Қуат, мен тұрақты бақыт құсымын. Сұлушаштың үні тіпті сыңғырлап, күміс қоңыраудай естілді. Әзілдесе отырып, дастархандағы дәмге жаудай тидік. Ақыры, дәмхана жабылар кезде бірақ шықтық. Тұрақты бақыт құсын қолтықтап, дәмханадан шықтым. Өзге әріптестерім жөн-жөндерімен тарап кеттім. Туған күнімді тек сұлушашпен жалғастырғым келді. Әттең. Оның ата-анасы қыздарының тым кеш уақытта жүргенін қаламайды. Оны бірер отырыстарда байқағанмын. Сол себептен кермейғымды өзім үйіне дейін жеткізіп салмақпын. Қырсыққанда Алматы көшелерінде күндізгі иін тірескен көлік кептелісі мүлде жоқ. Жеңіл мәшинемен зу етіп үйіне жетіп бардық. Әмір, думан күнің құтты болсын. Жүрегіне әмір етсе сол орындалсын. Сұлушаш күндегісінен де нұрлана тағы да құттықтады. Сөйтті де ақырын ғана бетімнен сүйді. Көп рахмет бақыт құсым, сүмбіл шашым. Мен де оның бетінен сүйдім. Үлбіреген беті мақта тәрізді. Толқыныстан қыздың қолын жібермей ұстап тұрып қалдым. Қатты қысуға қимадым. Саусақтар сынып кетердей тым нәзік. Кетуім керек, деп сыбыр еткен сұлушаш үйіне қарай жүгіре жөнелді. Әйтсе де өзі орнатқан бақыт күйін жүрегімде қалдырып кеттім. Кенет қалта телефоныма хабарлама келіп түстім. Сұлушаш қайырлы түн тілеп жазған болар. Басқа кім болуы мүмкін? Жалмажан ашып едім, бейтаныс нөмірден келген хабарлама бір түрлі суық көрінді. 25-ші туған күніңді тағы да әкесіз атап өттің бе? Не дейін? Екінші мүшелін атап өткен кімнің ұлы деп? Мен толғанып отырмын. Бұл кім? Дереу қоңырау шалдым. Тұтқаны көтермеді. Сұлушаш сыйлаған шаттық ойыны жүрегімді бір жолата тастап кетпесе де, бір албасты тарба бас салатындай қорқып кеттім.
Дәл бүгінгідей шат шадыман күнімде мені мысқылдап тұрған кім болды екен? Зәрлі кекесінге толы сөздер көкейімде жатталып қалды. Кімнің ұлымын? Түнгі Алматы көшесімен зырлатып, көлік тізгінде отырып, осы сұрақты еркімнен тыс қайталай бердім. Ару қаланың сұлулығына сұқтануға да, тіпті сұлу шаштың жүрек жарды лебізін елестетуге де дәрменім қалмадым. Санамды жалғыз сұрақ осқылай бердім. Тілдей хабарлама тыншымды қашырғалы бүгін 3-ші күн. Көңілімді жұмысқа аударған болып жүрмін. Түскі үзілісте сұлушашпен бірге тамақтанып, көңілім сәлде болса демделіп қалдым. Оның жай ғана жанымда отырғаны жүрегімде көктем гүлін шашады. Әмір неге мазаң қашып жүр? Жүрегімнің әміршісі болған аруым жаным жебеушісіне де айналып үлгеріпті. Әйтсе де оған сыр алдырғым келмеді. Жай жастық шақтың қызуы ғой деп әзілге сүйей салдым. Ол қызу саған қандай әрекет жасауға түрткі болып жүр? Тосын сұраққа өзім ойламаған аяқ асты жауап бердім. Сені ата-анаммен, анығын айтсам, анаммен, әжемен таныстырсам деп ойлап жүрмін. Жақсы ой екен. Мен анаммен ақылдасайын. Шешесіне айтпай шайды ішпейтін қыз ба деп сүйіктімнің бұл жауабына көңілім тола қоймады. Не дегенмен жауабын күттіріп, жігітіне наздану қызға жарасымды қылық қой. Күнде сұлу көрінетін Алматы кеші сұрқай тартқан. Көзіме бір қара ноқат елестеген күйі үйіме келдім. Әжем жалғыз отыр екен, күткенім де осы еді. Әже, шайды қоя тұрайықшы, менің сізге айтарым бар, дедім асығып-үсігіп. Олым-ау, жау шапты ма? Ол не бұйымдай? Әже, менің әкем туралы білетіңізді маған толық айтыңызшы. Бұл тақырыптың сізге де, анама да ұнай қоймайтынын білем. Бірақ соңғы кездері әкем туралы ойланып жүрмін. Әмір, бұл туралы сөз қозғағанында анаң білсе қатты ренжиді. Одан да жабулы қазанды жабулы күйінде қалдырайық. Әжем тура мен күткендей әңгімеден бойын аулақ салды. Мен 18-ге толғанда тастап кеткен әкеңді сұрап қайтесің деп анам жауаптан қашқан. Енді 25-ке келіп, өзім отау құрар жасқа жетсем де, әкем туралы білуге қақым жоқ па? Балам, сағын қуып қайтесің? Әже, мен сағымнан жаралдым ба? Тәйт, қайдағын айтпай отыр. Сені анаң Алладан сұрап, мына әжең тәңірден тілеп алған. Әжем менің сөзіме қатты тіксініп, іштей әлдебір дұғаларын қайталап айта бердім. Анам жұмыстан келгенде әжем екеуміз түк болмаған түр танытып отыра қалдық. Жаз гүліндей жайнап жүретін әдемі анама ауыр сұрақтар қойып, көңіліне қаяу салғым келмеді. Қорқау қараңғылықтың патшасы түн басталды. Терезе алдына барып, әйнекке қарадым. Қою қараңғылықтың арасынан маған өз бейнем қарап тұрды. Кенет ол мырсылдап күліп: «Сағым қуып қанша жүрер екенсің? Нені анықтағың келді?» деді. Әкемді, жеті-атамды білгім келеді. Оның несі айып? Терезенің бер жағындағы мен жүнім жығыла үн қаттым. Ар жақтағы мен адуынды, әрі тілі ащы екен. Ал білгенде қайтесің? Осы уақытқа дейін әкесіз өмір сүріп келдің ғой. Анаң сені жетімсіреткені жоқ. Оқытты, тоқытты, үйің, көлігің бар. Өмір дүниемен өлшенбейді. Әке махаббатын көкпен өлшеген. Сен ақымақсың. Жә, солай ақ болсын. Егер әкең жайлы ештеңе біле алмасаң, қайтпексің? Ол кекете езу тартты. Қайтсемді анықтаймын. Кіжіне қарап едім, ол жоқ болды. Мына күйгелек күйімнен өзім шошынып қалдым. Белгісіз біреудің арандатуына сонша мән бергенім жарамапты. Ешкім ұнамайтын әкем тақырыбын жабайын. Я, әжем дұрыс айтады. Ұялы телефоныма хабарлама келіп түсті. Өткендегі нөмірден екен. Текті ғұмыр кешкенсіп жүре бер, намыссыз екенсің. Мына хабарламадан соң жаңағы жуас әмір ғайып болды да, терезенің ар жағындағы бір беткей әмір келді. Сүреңсіз жұмыс күнін салтанатты кешке айналдыратын сұлушаш бүгін маған оң жауабын айттым. Отбасымен танысуға дайын екен. Бірақ анасы менің де келіп танысуымды қалайдымыз. Бұл жауап бақа есеп тәрізді естілсе де келісімімді бердім. Бүгінгі кешті көңілді өткізуге тиіспін. Болашақ жарым алғаш рет менің отбасымен жүздесетін жауапты сәт қой. Көл-көсір дастархан басында отырмыз. Бәрі де көңілді көрінеді. Сұлушаш бөле сіңлісі Айжанды ерте келіпті. Оның сұрағы бітсеші, тергеушім өзім.
Сонда банкир болуыңа анаң ықпал етті ме, әлде әкең бе, деп қойып қалдым. Анама қарадым. 40 шырақты әйелдің қулығы қол созымда тұрмай ма? Жоқ, менің кеңесіммен осы мамандықты таңдадым. Әрі қызметінде тез өсуіне де мен ықпал еттім. Анам жауабын жарастырып үлгерді. Ұрлық жасағандай, іште қуыстанып жүргенше, сүйіктіме әкесіз өскенімді айтуым қажет. Қонақтарымды шығарып салдым да бөлмеме кірдім. Тағы хабарлама. Қорыққаным сонша, оны ашуға жүрексіндім. Тағы не сұмдық жазылған кім біліпті. Қызығушылығым басым түсіп, хабарламаны ашып оқыдым. Сұлушаш қайрудың келіні болатынынан хабарсыз кетті ме? Обал болыпты сұлуға. Құдай-ау, бұл кім? Қоңырау соқсам, жауап бермейді. Мен жайлы соншалықты көп білетін нендей дүйу бұл. Төзімім таусылды. Бөлмемен атып шығып, анама жетіп бардым. Өмір бақи қорған болып келген жан анамнан осы жолда сая күттім. Оның жауабы жанымды тыныштандыратынына бек сендім. Апа, дедім даусым тарғылданып. Әкем жайлы айтып беріңізші. Өтінем, жалынам. Тосыннан не болды? Күліп әңгіме айтып отырған анам тез-ақ сұсты түрге ене қалды. Өзі әртіс сияқты ма қалай? Туған күннен бері осы сұрақ жанымды жеп барады. Апа, құтқаршы мына зымыстан ойлардан. Несіне жаныңды жейсің? 18 жасында айтқанмын. Әкең сені тастап кеткен. Енді неге оны іздей қалдың? Анашым, жаныңды жаралағым келмейді. Бірақ айтшы, ол қандай адам еді? Суретін сақтадың ба? Сен жанымды жаралап та үлгердің. Ол бейбақтың суретін сақтауға міндетті емеспін. Анам мені анау қорқынышты құбыжықпен бетпе-бет жалғыз қалдырды да өз бөлмесіне тайып тұрдым. Әжемен де қайран жоқ. Ат бастай көрінген Алматы таңы әрең ағараңдады. Жұмысқа жиналдым. Сұлушашты көрсем, бар қиымдылығым ұмытылатындай. Жаным, қайырлы таң, сені түсінде көрдім, деді ол еш алаңсыз. Мен сені көп ойлаған соң түсіңе кіргенмін ғой. Білесің бе, апаң мен әжең маған өте ұнады. Енді бүгін менің ата-анаммен танысуға келсең, жақсы болар еді. Кейінірек таныссам болмай ма? Бұл сөзімнен соң Сұлушаштың жүзіндегі қуанышты рең солғын тарта қалды. Жоқ, оны мұңайтуға хақым жоқ. Айтқанына келістім. Ішкі үрейім Сұлушаштың үйіне барғанда расталды. Сауалдар таусылмайтын нағыз қазақтар екен. Кей сұрақтарына жауап беріп үлгермей жатып, келесі сұрақтарын көлденең тарта қояды. Әкең жөнінде түс жармадың ғой. Келгелі апам, әжем деп қана отырсың. Жігіт өз жұртын жақсы білу керек, деді кенет әкесі шежірайтып отырғандай маңғазданып. Мен әкесіз өскенмін, дедім амалым құрып. Сұлушаш маған жалт бұрылды. Неге айтпадың деген кінәмшіл көзқарасын оқып үлгердім. Айтуға мұршамды келтірді ме жұмысқа ма? Сонда қалай? Әкең жайлы ештеңе білмейсің бе? Сабыр, жігітті ұялта бермесеңші, үйімізге алғаш келу ғой, деп Сұлушаштың анасы Бибігүл отағасын ақылға шақырып еді, онысынан түк шықпады. Мен қызымды жеті атасын білмейтін жетесізге бермеймін. Тек сіз біреудің ұрпағын жалғастыруына көнбеймін. Әке, деп шыр етті Сұлушаш. Бұлт арасынан шыға алмай тырмысқан ай да қараңғы. Жарығы болса да мына көшелер де қараңғы. Кеудемде жүрегім соғып тұрса да, мына әлем мен үшін қараңғы. Көңілімдегі көктемді әлгі сөздер тонап әкеткен. Ол да қараңғы. Алыстан жалған жылтыраған жұлдыздар да қараңғы. Өмір қапас, мен тұтқынмын. Адамдардың бәрі өмір абақтының тұтқыны. Тек өтірік күліп, өздерінің жасанды шаттықтарына бақыт деп ат қойған. Бірақ менен өткен ғарып бар ма? Қазақ үшін ең ауыр сөз тексіз. Оны естігенше тірідей жерге кірсемші. Сұлушаштың тік мінез әкесіне ренжи алмадым. Оныкі дұрыс. Жеті атасын тексермей қыз алысып қыз беріспейтін қазақ қой ол. Мына диуана халіме кімді кінәлаймын? Таптым. Әкем айыптым. Ол мені тастап кетпегенде, мен айдың күннің аманында тексіз адам бәс едім. Сені дүниенің қай қиырына кетсең де іздеп табамын. Сосын жазаңды беремін. Оған мына қараңғылық куәм. Сұм өмір абақты ғой саналыға, деп аңырси өлеңдетіп үйіме кірдім. Бұл өлең жолы қайдан есіме түскенін білмеймін. Мектепте әдебиет сүйіп оқитынмын. Сол шағым елес беріп жатыр ма? Әлде жаныма жақын болған соң жалғыз жол өлеңді әнге айналдырып алдым ба? Өзім де білмеймін. Аналарым ояу екен. Балам,
Алтыным, саған не болды? Әжем жылаудың аз-ақ алдында тұр. Әміржан, сен ішпейтін едің ғой. Анам мені тани алмады. Менің аяғымды бастырмай тұрған арақ емес, шер ғой апа, шер. Құдағиыңның қолынан шай ішіп едім, буыныма түсіп кетті, деді мысқылдап. Шайын беріп, қызын бермеймін деп қуып шықты. Не дейсің? Қызына сендей жігіттің төресін табалар ма екен? Тек сіз, деді. Жетесізсің, әкесіз өскен ұлға қыз бермеймін, дедім. Анам тілден қалды. Жүресінен отыра кеттім. Әжем дұғаларын айтып, Алласынан жәрдем сұрады. Бірақ Алла құтқарушы періштелерін жібермеді. Мен тағы да жауапсыз сұрақтардың соққысында қалдым. Адам 3 күннен соң тозаққа да үйренеді дейседі. Мен де үйрендім. Сұлу шашсыз өмір кешуге, әкемнің кім екенін білмей аласыруға, тіпті анау құбыжық хабарламаларға да үйреніп, мойынсұнып кеттім. Хабарлама шылт еттім. Қараңғылықтан шығарар сәуле ме, әлде оқи бастадым. Әкеңнің жоқтығынан шаңырағың құрылмай жатып құлап түстім. Енді не істемексің? Жоқ әкеңді іздейсің бе? Жоқ әкең деп не тантып тұр мына құбыжық? Әкесі сәби туылатын еді. Әлде әкем қайтыс болған ба? Құбыжыққа қанша қоңырау шалсам да тұтқаны көтермейтінін білемін. Сондықтан мықты болсаң қарсы алдыма кел деп хабарлама жазып жібердім. Оған әлі ерте деген жауап келді. Кішкентай күнімде ойнап жүріп құлап қалсам, бірден анама жылап баратымын. Ол мені ыстық құшағына алып, еркелетіп, қалайда жұбатып алатын. Бүгін дәл сондай күйге түстім. Жігіт болсам да, көз жасым кірпігімнің ұшында тұрды. Үйге кіре сала анамды қатты қысып құшақтадым. Әжемді де құшағыма алдым. Көзімді ашқалы көріп келе жатқан қос анам менің ағыл-тегіл жасымды көріп, жандары мұрындарының ұшына келді. Апа, әжем, құтқарыңдаршы мені мына азаптан. Біреу менімен қатыгез ойын ойнап жүр. Әкем туралы сандырақ хабарламалар жібереді. Сұлу шашты әке-шешесі менімен араластырмай қойды. Қараңғылықтың қапасынан құтқаршы. Сонау бақытты күндеріме оралғым келеді. Балам, сабыр етші, деді анам оқыстан салқын үнімен. Жоқ, сабағыма түсе алмаймын. Күнде жүрегімді сыздатқанша бүгін бәрі аяқталсыншы. Мен кімнің ұлымын? Руым кім? Қазақпын өзі. Өзім үшін сонша қымбат қос қимасымды аямадым. Өзімшілдігім жеңді ақыры. Әжем аузын басып еңкілдеп жылап тұр. Шешем әкемнің өлімін естіртердей түнеріп алған. Апа, шындықты айт, бүгін жауаптан қашпа. Дайынсың ба жауабын естуге? Иә, әзірмін. Гүлжас, қой, айтпа. Әжем екі қол ербеңдеп ортамызға түстім. Қашанғы жасырам? Қанша уақыттан бері алқымымнан алып болдым. Айтып құтылайын. Ар жағы бір Аллаға аян. Я, айтып құтыл. Мен сені жасанды ұрықтандыру жолымен туып алғамын. Түк түсінбедім. Әкемнің тастап кеткені қайда? Жоқ, ол өтірікті сенің көңілің сусын деп мен ойлап тапқамын. Бірақ сенің тыныштық алар түрің жоқ. Ақыры білдің. Нені білдім? Әкесі қалай туғанмын? Жасанды ұрықтандыру орталығына барып, қызмет ақылары үшін төлем жасадым да, ұзын бойлы, қара көзді, бұйра шашты деген сипаттамалы ұрықты таңдадым. Сөйтіп сені өзім үшін туып алдым. Өзім үшін деген не кесел, апа? Кәрі қыз мылжа-мылжа кемпір болмай ма? Күйеуге шықпаған соң жалғыз жүре бермейін деп, өзімнің болашағымды ойлап, сен дүниеге әкелдім. Қандай болашақ? Кімнің келешегі? Шаным аласұрып тіс қомтылдым. Жолыма кедергі болған анамды өмірімде алғаш рет кеудесінен итеріп жібердім. Әлбәп келем. Бойымда шалажансар жаным бар. Ойымды зіл қара тұман басқан. Жанымды тас түнек еңсеріп алдым. Түнерген мылқау әлемде иненің жасуындай да сәуле қалмады. Тұлдыр кеңістікте құр тырбыңдап келем. Ақылым адыра қалып, қайран жүрек қана қалды қалтырап. Кімге екені белгісіз мұң шаққым келді. Осы ой сүйрелеп абай ескерткішіне алып барды. Ескерткіш түбіне құлай кеттім. Ұлы баба, қазақпын деп өмір сүрген балаңмын. Енді бүгін өзімді кім деп атарымды білмей әуремін. Айтшы дана көйім, адамды адам қолдан жасап алса, кімге күнә? Ақша үшін албасты тұқымын шыныға салып өткізген шайтан тектілер айыпты ма? Әлде сол шыныдағы рухты жатырында дамытқан өзімшіл әйелдер жазықты ма? Осы азғындыққа ауыздық салмай есіртіп отырған күллі қоғам ба? Менің даусым жетер емес.
үн қатшы мына меңіреу қоғамға, оятшы арын, сақташы барын. Дәл осы сәтте бүкіл жаным нағыз әке құшағын аңсап тұрды. Ал абай ескерткішіне жауап болмады. Ұстарасыз аузына мұрты түскен қазағын көрген данышпан да менімен бірге жылап тұрғандай. Түн етегінің қалай түрілгенін, таң шапағының қалай шашылғанын мен сезбедім. Құбыжықтың қоңырауынан ес жидым. Қыздың даусы: «Қайдасың?» деді. Анам өліп барып жатса да ішін қызығушылық тезеді екен. Өлер халге жетсем де, ол диюмен кездеспей кеткім келмеді. Мына сұмдықты қара. Бөксесін бұраңдатып әйгерім келе жатыр. «Сәлем, әмір». «Не керек саған?» «Сен керексің. Арам екенсің. Бір кеңседе жүріп, істеген ісіңді қара». «Сонда не таптың?» «Сылша шекеңді ажыратқым келді. Сен туралы ақпарат іздеп шаршамадым. Сұм дерек мені өзі іздеп тапты. Менің алыс шамағайын бір тәтем қыз күнінде сенің анаңның құрбысы болыпты. Екеуі ана орталыққа бірге барыпты. Содан туып алған ұлы ғой деп тәтем бәрін біліп отыр. Сол шындықты өз байдама сырдым. Ештеңе де кәдеңе жарамады. Мен әкем жайлы бәрін білдім. Одан саған келіп кетер не бар? Көп нәрсе өзгерді. Сенің алпештеп жүрген аруың тастап кетті. Қайырлып келмейтіні анық. Сонда сұлу шаш болмаса, мен саған ғашық болам ба? Мен тегіңе қарамаймын, әрі менің махаббатым екеумізге жетеді. Жоқ, мен сұлу шашты сүйем. Осы өмірдегі жалғыз мөлдірім махаббатымды бар даусыммен айғайлай айттым. Мен де сені сүйемін. Ту сыртымнан естілген сыңғыр үнге жалт бұрылдым. Боташым, келдің бе? Жанарымыз түйісе қалды. Қайғы құрты мүжіп біткен жанымды, қайдан білдің запыран шеккен қалымды? Мен білмейтін жүрегіңде күй бар ма? Сені сүйем, басқа жайға иланба. Сұрама менің тегімді, білмей қойшы елімді. Қазақы жаның тілің бар, кем тұтам қалай өзіңді? Тегім жын, ал анам қазақ, содан да өмір толған азап. Жын бол, мейлі пері бол, жүрегімнің мәңгі үні бол. Ғашығымның жасты жанарындағы осы ойды оқыған мен оған қарай тәлтіректей ұмтылдым. Соңы